Сәлем достар, бүгін француз меренгасын дайындаймыз. Ол үшін құп-құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ақ уызынан сары уызын бөліп аламыз. Сары уызы кетіп қалмауы керек. Ақ уызға қантты аздап қосып миксерлейміз. Шымшым лимон қышқылын, кукуруз крахмалын қосып миксерлейміз. Дайын массамыз видеодағыдай формасын ұстап тұру қажет, ағып кетпеуі керек. Массамызды пергамент қағазының үстіне бір келік етіп лопатамен жаямыз. «180 градусқа қызып тұрған пешке 20 минутқа саламыз. 33% клегейімізді қоюланғанша миксерлейміз. Қант ұнтағын, творожный сыр салып, тағы да 2-3 минут миксерлеп аламыз. Кремімізді кондитерлік мешокқа салып, видеодағыдай жағамыз. Қалауыңызша жеміс-жидектерді майдалап турап салсаңыз болады. Мен киви мен клубника салдым. Пергамент қағазының көмегімен ораймыз. Қалған креммен меренганың үстін әсемдейміз. Апельсин клубникамен безендіреміз. Меренгамызды тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Осымен меренгамыз дайын.